Сәлем достар, мен Бекзат, менің арнама қош келдіңдер. Бүгінгі видео сұрақ-жауап деп аталады. Ал олай болса, біз бастаймыз. Ең алғашқы сұрақ Сәнтөре Қобылановадан келіпті. Сен фан встреча жасайсың ба? Әрине жасаймын, егер де арнамда 10 мың подписчик болса, және де Ақтауда тұратын адамдар көп болса, аны фан встреча жасайтын боламын. Менің үйімде 3 адам бар. Өмірде саған ең жақын адамдар кімдер? Әрине ата-анам, сосын менің подписчиктерім. Қасыңа табылатын 3 нәрсе. Менің қасымнан всегда табылатын 3 нәрсе ол ақша, телефон, наушник. Бірақ менің наушнигім сынып қалғандықтан, және де ақшаны мен көбінесе үйге тастап кетемін. Сондықтан менің қасымнан әрдайым бір ғана зат табылады, ол ұялы телефон. Келесі сұрақ Диляра Рахимовадан келіпті. 91 тыңдайсың ба? Менің плейлистімда оның 1-2 ғана өлеңі бар, ал негізі көп тыңдай бермеймін. Сүйікті әншім кім? Ариана Гранде, Дуа Липа, Шон Мендес, Чарли Пут. Негізі көп. Мен бұл жайлы бөлек видео шығаратын шығармын. Видеоблогер болған қиын ба? Негізі видеоблогер болған 50-50 қиын, оңай. Маған пиар жасайсың ба? Пиар менің арнамда ақылы. Ол үшін маған ВКонтактеге жазыңдар. Диляра Рахимова, сәлем. Келесі сұрақ Сымбатовадан келіпті. Қандай тілде сөйлей алады? Орыс тілінде, әрине қазақ тілі. Ағылшынша келетін болсақ, әрине сөйлей аламын, бірақ әлі де үйрену керек. Саған ұнайтын 5 нәрсе не? Телефон, YouTube, әрине адамдар санамағанда, телефон, YouTube, Wi-Fi, диван, тамақ. Әрине бұл әр жалқау адамның сүйікті нәрселері. Менің сүйікті нәрселерім ол әрине телефон, өлең, YouTube, видеоблогинг, және де тамақ. Әрине кітапты мен қоспаймын, себебі кітапты да былай мен күнде оқимын. Слаймды жақсы көресің бе? Әрине. iPhone ұнай ма? Әрине ұнайды. Келесі сұрақ менімен бірге арнасынан келіпті. Видео түсіргенде қиналып қалған кездерің болды ма? Немесе біреу кіріп келіп ұялып қалған кездерің болды? Әрине болды. Менің ойымша бұл барлық ютуберлерде болды деп ойлаймын. Мысалы, менің қасымда біреу немесе үйде біреу болған кезде видеоны тек қана ешкім жоқ жерде түсіре аламын. Ал егер қасымда біреу тұрса, тіпті суретке де, видеоға да түсіре алмаймын. Мен кішкене социофобпын. Менімен бірге арнасына сәлем. Келесі ең соңғы сұрақ. Жақын досың сатып кеткен кез болды ма? Иә, болды. Мектебіңде сені көріп қалған кезде? Иә, болды. Мұғаліміңе боқтап қойған кезің болды ма? Жоқ, мұғаліммен боқтап қойған кезім болған жоқ, бірақ ішімнен. Достар, осы видео сендерге ұнады деп ойдамын. Ұнаса сақтың жоғары тұрған белгісін басып, менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де, егер де осы видеода 100 лайк жиналатын болса, дәл осы видеоның 2-ші бөлімін түсіремін. Және комментарияға менің сұрағым қайда деп жаза бермеңіздер, себебі әлде 2-ші бөлім, 3-ші бөлім шығады.